түрлі аспаптың үндестігі. Көне әуенге жаңа стиль қосылды. Дала әуені мәңгілік, ендеше оның тарихы да таусылмас. Sounds of the Great Steppe бағдарламасын Қазақ ТВ-ден көріңіздер. Домбырамен ән салып, терме толғау айту әркімнің қолынан келмейтін өнер. Дәстүрлі әнші болу үшін орындаушының жан дүниесінде ұлттық музыка ойнап тұруы керек. Бірақ әншінің де әншісі, әр өнердің өзіне тән әні бар. Батыстың төкпе жырын арқаның асқақ дауысты орындаушысы өз мәнерінде сала алмайды. Маңғыстау мақамын жетісу әншісі жеріне жеткізе шырқай алмайды. Бұл әншілердің өңірлік ерекшелігі. Бірақ бүкіл қазақ даласының өнеріне бойлау үшін білім керек. Ол үшін бірталай уақыт керек. Тек қана ол батыстың әнін мысалы өзінің әнін орындайтын кезінде де ол ән өзіне сіңу керек. Ол ән өзімен бірге жүрегінен шығып, домбырасымен де, даусымен де бір үндес болып шығу керек. Сондықтан ол үшін бірталай уақыт керек. Кейбір әншілердің өзіне табиғатына жатпайтын әндер болады мысалға. Сол сияқты басқа өңірдің әнін айтқан кезде менің ойымша нағыз керек жерін, жанды жерін, кәдімгі тәттісін бермесең, онда ол әнді орындамай қойған дұрыс деп ойлаймын. Сыпыра жыраудың термесі, аңызға құрылған ақиқатқа бергісіз жыр. Қазақ ән тарихында батырға арналған шығарма көп. Бұл соның бірі. Мадақ туынды, төгіп-төгіп орындалатын дауылпаз ән. Сыпыра жырау бұл бұрыннан, яғни аңыз болып жеткен жыраулардың бірі, оның өмір сүрген сүрмегені ол белгісіз, яғни аңызда. Бұл мен орындаған терме ертарғынға арналған. Ертарғын өзінің жауын жеңіп келген кезде соның қайратына риза болып, ерлігіне риза болып, сыпыраның мақтап, яғни өзінің көңілін білдіріп, елің үшін, халқың үшін сенің жаңағы осы батырлығынан айналдым, сен туған анаңнан айналдым деген сияқты өзінің тілегін білдірген, яғни ризалық белгісінде айтылған терме.
батыс әнінің мінезі осы жырдан айқын аңғарыла, екпіндетіп, секіртіп айтады. Қыз даусына жат емес. Ай сәуленің жүрегінен шыққан ән тыңдаушыға құймақтай құйылатын сияқты. Әнді түсініп орындау деген бар. Орындаушы осы қағиданы ұстанады. Даусының шамасына емес, әннің тереңіне бойлайды. Жылой әні халық әні деп есептеледі. Бұл әннің негізінде 3 түрі бар. Бұның түрлерін Күріш Тасболатов деген ағамыз, тағы да бір түрін Сәуле Жанпейісова ұстазымыз, апайымыз. Сонымен бірге 3-ші нұсқасы Айгүл Қосанова, өзімнің ұстазым, орындайтын нұсқаны сіздерге орындап бердім. Бұл Жылой жердің аты, біздің Батыс Қазақстандағы жердің аты. Бұл жерде ән тек қана жерге ғана байланысты емес, яғни халықтың әндері бір атаумен атталып кете берген. Мысалы, Аққұм деген ән бар, ол тек қана Аққұм деген, ол Аққұмға арналды деген сөз емес. Оның ішінде сөз қыздардың, яғни әдемілігі, яғни әннің сөзінде айтып тұрғандай, сұлу қыз есіңде алар, Жылойда бар деп, сондай мағынасымен берілген. Қазақ әннің табиғаты әр алуан, кісі мінезі іспетті. Ән энциклопедия, ән тарих. Дәстүрлі әнде бұрынғы қисса дастан, жырдың сарыны сақталған, оқиғасы, шығу тарихы, әлеуметтің айшығы көрінеді. Төл өнеріміздің бүгінге жетуі ұлт мұрасының құндылығы. Қазақтың әншілік мектептері ол өзінің жеріне де байланысты, яғни басынан өткен оқиғасына да байланысты. Соның ішінде кіші жүздің біздің батыс өңірінің ән мектебінің қалыптасуы осы сол кездегі жаугершілік замандардың, сол кездегі аттың үстіндегі домбыра өнері, яғни адуынды төкпелі қағыс дегеннің өзі сол мінезін көрсетеді деп ойлаймын. Әншілікте сол осы мінезден туылды деп ойлаймын. Себебі Арқаның әніне қарасақ, олардың әндері шертпе, кең, жазық дала деген сияқты. Олардың қағыстарының ерекшеліктері сол. Біздің батыстың ерекшелігі осы төкпе қағыс, яғни біріне бірін үстіртін қағу.
мұхитсал автопортреттік ән. Мұхит әндерінің өзіндік ерекшелігі бар. Оны батыстың төкпе сарынымен орындаса асқақ мінезді болады. Ал шығыстың шертпе әдісімен айтылғанда мұңылы лирикаға бай. Мұхит әндері фортепианоның, оркестрдің сөмелінде жұмсақ, сыршыл, сазды әуенге түрленеді. Әрбір әншінің, Біржанның болсын, Аханның болсын, Майра апамыздың әні болсын, яғни автопортреттік әндері бар. Яғни өзін таныстыру әні. Менің орындағаным мұхитсал, өзін таныстыру әні. Айсәуле жаста болса, дәстүрлі әнмен сусындап өскен қыз. Аққудың көгілдіріндей нәзік болғанмен, дауысы асқақ. Ән салғанда жүзі нұрланып, бойынан алапат қуаты байқалады. Олы болашағын болжай білетін әнші. Қазақ әннің кемел шағына сенеді. Дәстүрлі әннің қазіргі кезде тыңдаушылары өте көп деп айта алмаймыз. Ендігі жылдар ғана көбейіп келе жатыр. Дәстүрлі әнмен шетелдің сахнасына шыға алмаймын, эстрада әншілері сияқты тани алмаймын. Яғни танымалдық әкелмейді деген сондай сұрақтар, мәселелері бар. Бір жағынан бұл бір жағынан дұрыс та, екінші жағынан эстрада ол біздің төл өнеріміз емес. Эстраданы шетелге барып эстраданы айтып таңғалдыра алмаймыз мысалға. Ал біз өзіміздің домбырамызбен, дәстүрлі әнімізбен ғана барсақ қана таңғалдыра аламыз.